Саламатсыздар ма, пайдаларына көрермендері? Бүгінгі видеомызда бауыр ауруының белгісі қандай және бауыр ауруының емі туралы айтатын боламын. Үй жағдайында бауырды тазалау, осы жайында сіздермен бөлісетін боламын. Видеомыз басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті жаңа видеолар жіберіп алмаңыздар. Организмнің дұрыс жұмыс істеуі үшін кез келген ағзаның алмастырғысыз рөлі бар. Алайда адамдар жүрек немесе өкпенің саулығының маңыздылығын есте ұстағанымен, ас қорыту жүйесі ағзаларын жиі ойлай бермейді. Пайдалы арна сіздерге организмдегі маңызды ағзалардың бірі бауырдың саулығын қалай сақтау керектігін айтатын болады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бауырыңыз токсиндерден тазалауға мұқтаж ба? Осы жайында айта кетейік. Бауырды организмге қауіпті заттарды залалсыздандыратын сүзгімен салыстыруға болады. Алкогольден, зат алмасу өнімдерінен, билирубин, аммиак, дәрі-дәрмек, тағамдық қоспалар, химиялық қоспалар тағы басқалар. Сау организмде бауыр үнемі әрі тиімді түрде тазаланып отырады. Бауыр өт бөліп шығарады. Өз кезегінде өт ас қорытуға қатысып, онымен бірге бауырдан қажетсіз заттар шығарылады. Статистика бойынша бауырдан 1 минутта 1,5 литр қан өтеді. Қанның 70% ішек пен құрсақ қуысынан өтеді. Күн сайын 600 мг өт бөліп шығарылады. Бауыр өте төзімді және пайда болған проблемаларға қарамастан ұзақ уақыт жұмыс істей алады. Бауыр өзіне түскен күшті еңсере алмағанда қандай белгілер пайда болуы мүмкін? Осыны қарастыра кетейік. Бірінші, оң жақ қабырға астының ауруы, бастапқыда көздің ағы сарғайып, артынша тері де сарғая бастайды. Зәрдің түсі қошқылданып, үлкен дәрет ашық түсті болады. Дене қышиды, адам ісінеді, дененің жоғарғы бөлігінде қан тамырлары, жұлдызшалары пайда болады, қансырау, шаршаңқылық, енжарлық, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, қолдың дірілдеп жазудың өзгеруі. Аталған белгілер бауыр аурулары кезінде ғана кездеспейді. Нақты себебін анықтау үшін дәрігерге қаралған дұрыс. Алайда көбі ем-домсыз сауығып, бауырды өздігінен қалай тазалауға болатынын білгісі келеді. Бауырды үй жағдайында тазалау мүмкін бе? Денсаулықты үй жағдайында қолдау әдістері туралы көп оқуға болады. Алайда бұндай процедуралар мен дәрілердің көбінің тиімділігі мен қауіпсіздігі дәлелденбеген. Сонымен қатар олардың жанама әсері де бар. Абайлаңыз, бауырды тазалауға арналған көптеген дәрі-дәрмек өттің бөлінуін арттырып жақсартады. Ол өтте тас пайда болуына алып келуі немесе өттегі тасты өт жолдарына ығыстыруы мүмкін. Кей жағдайларда тасты тек ота арқылы алып тастауға тура келеді. Қандай жағдайда бауырды тазалаудың қажеті жоқ? Асқынған холецистит, панкреатит немесе гепатит, созылмалы процестердің асқынуы, өт қабында тастың болуы, басқа да себептерге байланысты өт жүруінің бұзылуы, ісік, өт жолдарында ота жасалуы және тағы басқалар, жүктілік пен емізу. Организмде қандай проблемалар бар екенін сыртқы белгілерге қарап білу әрқашан мүмкін бола бермейді. Организміңізге зиян жасамау үшін терапевт немесе гастроэнтеролог дәрігермен кеңесіңіз. Дәрігер қажет болған жағдайда УДЗ, рентген немесе 12 илшік зондпен тексеру сияқты қосымша зерттеулерге жібереді. Бауырды қалай тазалап, қызметтерін қалпына келтіру керек? Бауыр ауру кезінде туындайтын проблемалардың дені зақымдалған бауыр шығарып үлгере алмайтын зат алмасу өнімдерімен байланысты. Сондықтан адамдар бауырды үй жағдайында тазалаудың әдістерін іздейді. Алайда оны тазалау оңай емес. Дәрілік заттар, үй жағдайында жасалатын процедуралар мен бауырды тазалауға арналған шөп тынбалардың тиімділігі туралы нақты тұжырым жоқ. Бауырдың негізгі қызметтері оның жасушаларының, яғни гепатоциттердің жұмысымен байланысты. Олар дұрыс жұмыс істеу үшін жақсы жағдай жасалуы тиіс. Яғни үйлестірілген тағамға мән беріп, зақымдайтын себептерден арылып, ішімдіктен бас тарту қажет. Егер гепатит вирусы себеп болса, инфекционист дәрігердің қадағалауымен вируспен күресу керек. Егер бауыр өт тұрып қалғандықтан зақымдалса, дәрігер тағайындалған өт айдайтын препараттар мен процедуралар көмектеседі.